Бәріне сәлем достар. Көп адамдарға көше әртістері қайыршы сияқты көрінеді. Алайда көше әртістерінің жұмыстары басқа жұмыстар сияқты қиын. Елдің алдына шығу үшін өнер ғана емес, елдің алдына шығу үшін қорқынышты жеңу керек. Онымен қатар жаттығу керек, сағаттап, күндеп, апталап. Шын кәсіпқойлар осы салада аз емес. Бірақ бүгінгі видеода біз сіздерге әлемдегі ең мықты әртістерін көрсетеміз. Олай болса, кеттік. renderforce.com. Жартылай жин, жартылай адам, жер үстінде қозғалатын және басқалармен жылы қарым-қатынас жасайтын сиқырлы шамнан шыққан кейіпкер. Алайдынды көрген барлық адамдардың тірі армандары сияқты көрінеді. Алайда бұл 2010 жылы құрылған көше әртістері. Екі ағайынды ұшатын адамды құрастырам деген. Онда бұл жай ғана әзіл болған. Бірақ көрермендердің қызығушылығына сонша болғаны сонша ағайынды түсінді, нысанға дәл түскенін. Бірнеше ай бойы оларды фестивальға қатысуға шақырды. Содан кейін бүкіл әлемді аралай бастады. Бірақ бұның сыры неде? Олар өздерінің кейіпкерлерін ауада қалпында тұратын. Бірақ кімдер олар? Алаяқтар ма? Жоқ, әшейін әртістер. Адамдар таң қалдырғысы келетін. Олар бұны жыл сайын қайталап тұрады. Кейбір көше әртістері көпшілікпен қарым-қатынас жасауға тырысады, ал басқалар қозғалмай тұруға тырысады. Бұны тірі мүсіндер деп атайды. Сіздер бұндайды әртүрлі қалалардың көшелерінен көрген шығарсыздар. Әдетте бұл ерлер мен әйелдер мүсінге ұқсайтындай етіп қалың күміс пен алтын бояумен боянып алады, мүсінге ұқсау үшін. Бірақ бояулардың қатты керек болмайды, осындай нәрсе жасау болатын болса. Өкінішке орай бұл адамның атын таба алмадық. Интернетте бұны асығыс бизнесмен деп атайды. Не болса да ол болсын, бұл адамның образы күшті екен. Сірә кәсіпкер көпшіліктің алдына шығу үшін бір сағат жеткіліксіз болар. Дайындық оның шашына пайда әкелу екіталай. Енді не істеуге болады? Тірі мүсін жұмысы оңай жұмыстардың қатарынан емес. Сіз осылай көп уақыт тұра алар ма едіңіз? Комментарийға жазып кетіңіз. Сіздің идеяңыз жақсы болса, көпшіліктің назарын аудару мүмкіндігі де көбейеді. Ал осы адамның фантазиясы мықты екен. Бұл ағылшын тележүргізуші механик көптеген телешоуға қатысқан әйгілі адам. Сонымен қатар бірнеше рекорд қойған адам. Бұлар қандай рекордты қойған дейсіз бе? Ең жылдам төсек және ең жылдам беседка, тіпті ең жылдам арба және дәретхана. Сіз бұл адамды не нәрсе мамандығын түсінетін шығарсыз. Ол әшейін қозғалтқыштар әр нәрсеге салып жүргізген жақсы көреді. Қазіргі таңда өзінің ютубтағы каналы бар. Оған қоса кітабы бар. Бұның бәрі 1998 басталған. Ол рекорд орнатқан кезде ең жылдам диван деген. Оның жылдамдығы 146 км/сағат болды. Қазіргі таңда диван көлікке айналды. Достар, егер видеоны лайк басып, подписка жасап кетіңдер. Алдын ала рахмет.